елдердің миссиясына дамиды. Компанияның миссиясы бүкіл Азияны ашу, бүкіл Еуропаға шығу. Осы Қазақстан арқылы. Қазақстан жібек жолында тұр. Бүкіл тауар Қазақстан арқылы кетіп жатыр ма, Қытай арқылы? Ал олардың бар арманы осы Қазақстанды керек болса мен Қазақстанның зауыт ашам деді. Ботагөз ханым, Дархан мырза бәріміз бардық, 10 адам. Сол кездегі нөмір 1 шек 7 миллиард 500 миллион алады. Керек болса Қазақстанның шөбі мықты деді. Өте мықты шикізат Қазақстанда тұр дейді. Олар біліп отыр Қытай болса. Сол жерден зауыт ашам да деді осы Жимудың. Өйткені Кореяда зауыты бар Жимудың. Қытайдың 4 қаласында зауыты бар. Оларға Қазақстаннан зауыт ашам да бүкіл Азияға жіберем. Өйткені олар тауарына, берна отыр. Тауарына. Сіз істемесеңіз істемей қойыңыз керек. Бір адамды, бір команданы керек те қылмай өздерінің тауарымен олар бүкіл әлемді ашуына, олар себеп жасайтынына сенімді. Сол компанияның арманы біздің арманымыз. Мына жоғары вибрация дейді ғой, бір-бірін тартады. Ал Ардақ осы компанияға келіп отырған оның арманы 150 миллион алады өзінің спонсорлары. Өзінің жоғары спонсорлары 7 миллиард алады. Неге менің қазағым байымасқа деп бүкіл Шинжаңның қазақтарына үлкен себеп жасап, Шинжаң деген жерде ғана тұрады қазақтар. Қытайдың, алып Қытайдың, Шинжаң, Үрімжіде ғана тұрады қазақтар. Соларды көш бастап нөмір 1 шекпен Ардақ миллиардтың ішіне өтті. Арманының соншалықты биіктігінен Қазақстанға келгенде Жимудың туын миллиард халық құрып отырған жоқ, Ардақ құрып отыр, бір қазақтың қызы. Қазағым байсың. Қазақтың арманы өтемейді. Менің де арманым соған сәйкесті ме? Бір жыл бұрын айтқан маған бұл компанияны Ардақ, бірақ мен батылдық етпедім, сенбедім, кірмедім. Себебі Қазақстанда заңды болмай мен бастамайын дедім. Өйткені менің басым екеу емес, халыққа жауап беру керек. Дұрыс па? Халық келеді, адам адамға келеді. Мен келдім, Ботагөз ханым маған сенеді, Дархан мырза маған сенеді. Халық бізге келеді, компанияға нені бірінші бізді көреді ол кісілер. Дұрыс па? Егер де бұл заңсыз болып, ертең бір адамға залал тисе, біз жауап береміз. Сол үшін қашан заңды болады, сонда бастайын дедім. Аллахтың қалауымен міне енді бастадық. Сол проектті 1 ай болды. 1 айда ауа сатып жүріп 60 миллион оборот жасадық. Бірінші Алла, екінші сіздердей команда арқасында.